қара шегіртке тұрақ орындары көбейіп даму мезгілінде жырашықтарда, үйлердің бұрышында, дуалдардың іргесінде, үйілген кірпіш тастардың арасында мекендейді. Түнде топтасып көшіп жүреді. Денесі жылтыр, секіру тебіні күшті келеді. Жинау және өңдеу әдістері. 9-10 айларда ұстап алып, қайнаған суға өлтіргеннен кейін кептіріп сақтайды. Емдік қасиеті. Сор дәмді, жылы райлы, улы. Басты ем болатын аурулар және пайдалануы. Қызықты және қажетті ақпаратты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырсаңыз, каналдың әрі қарай дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Бірінші, қуық тұтылып, несеп келмеуге. Қара шегірткеден біреуін суға қайнатып ішеді. Екінші, зақымдалу салдарынан қуық тұтылуға. Қара шегірткеден біреуін ұнтақтап, қайнаған сумен ішеді. Үшінші, қарттардың қуығы тұтылғанда. Қара шегіртке 4 дана, бұзаубас шаян 4 дана, қызыл мия 3 грамм суға қайнатып, жылыдай 3-ке бөліп ішеді. Төртінші, балалар шыжынына. Кептірілген қара шегірткеден алып талқандап, қайнаған сумен бірнеше рет ішеді. 10 данасын ішу керек. Бесінші, белсіздікке. Қара шегіртке, инелік, иттің шыбығын лайықты мөлшерде қосып, талқандап, арақпен ішеді. Істелу мөлшері 4-6 грамм. Видео пайдалы болған болса, онда туыстарыңызға, достарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Бұл видео танысу сипатына екен және кез келген жағдайда дәрігермен кеңесуіңіз қажет екен ескерген жөн. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.